Сая болып жаныңа емен терек, жетер енді жатқаның көлеңкелеп. Өгейсінбей өзі боп қалу үшін өнер керек, ұрпаққа өлең керек. Есіңде ме, түндерің көзілмеген, кезуде ойың өмірді, кезуде өлең. Арға тасы адамның сезім болса, адам емес, сезімді сезінбеген. Арға тасы ақынның жырдан туған, жыр жолында жанында қылған құрбан. Жырлар тұнған хандардың сарайында, жыр айтылған бесікте құлдар тұрған. Ұзатылып жат жұртқа барғанында, жыр айтылған қыздардың жар-жарында. Жырлап, жылап, жыраулар жан тапсырған, жыр мен күйі күйзеліп бармағында. Көкей кесті жырлы жаз жез кейіктей, мақтау, даттау, жәдігөй сөзді күтпей. Өлең келіп ұрпаққа өзің мейлі, көлең кезде қалсаң қал, көзге ілікпей. Мұқағали шабытына тұғыр болған туған еліне, өскен жеріне, отанына деген махаббатын сыншыл да шыншыл сезіммен, нағыз поэзияға ғанатан бейнелі образдармен безерлеп, ұрпағына мәңгі мұра қалдырған. Атаңызға айналған қазақ халқының мәрт мінезді, өр кеуделі, от жүректі ақиық ақыны Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерін оқыған кез келген жанның жүрегінде еліне, жеріне деген ерекше сезім оты оянады. Халықтың бай ауыз әдебиетінен сусындаған, ғұлама Абай поэзиясын жетік меңгерген, Қасым Аманжоловты жатқа оқыған Мұқағали ешкімге ұқсамайтын, ешкімді қайталамайтын, үнжу маржан сөз өрнектерімен ерекшеленетін лирик ақын, ойлы жас. Тілім менің бар тынысым, жақсы сөзім, жаны игі халқым үшін деп жырлаған ақынның шумақтарынан біз оның бүкіл болмысын, сенімін, жүрек сөзін көре аламыз. Құрметті достар, сіздерді Мұқағали Мақатаевтың отанды сүюге, құрметтеуге шақыратын жасын жырларын жаттап, ақынның өлеңдерін мәнерлеп оқуға шақырамыз. Қазақ халқының қара өлеңін шекпен жауып өзіне қайтарған Мұқағали атамыздың жырымен сусындайық. Отанын, тілін, жерін бақытына балаған Мұқағали ақынның поэзиясынан қуат алайық, құрметті достар.